Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 20-шы сабақ, тақырып 10 саны. Бірінші есепке қарап тапсырманы оқиық. Заттарды сана, олардың санын 10-ға дейін толықтыр дейді. Алдымен суретке қараймыз барлығымыз. Бірінші суретте тапсырма бойынша орындаймыз. Бірінші суретте бізде қайшы саны бізде 2, қайшы бізде 10 болу үшін балалар 8-ді қосамыз. 2-ге 8-ді қоссақ тең болады 10. Одан кейін бізде жасыл түсті шаршы. Шаршының саны бізде 8. Оған 10 болу үшін 2 санын қосамыз. 8-ге 2-ні қоссақ 10 болады екен. Келесі бізде ермек саз. Ермек саз бізде 4. Яғни 10 болу үшін ермек сазға біз 6 санын қосамыз. 4-ге 6-ны қоссақ 10 болады екен. Келесі бізде желім. Желімнің саны бізде 3. 10 болу үшін 7 желім қоссақ барлығы 10 болады екен. Келесі кітап. Кітап бізде 6. 6-ға 4-ті қоссақ 10 болады екен. Келесі теннис қаққыш бізде 5. 10 болу үшін біз тағы да 5 қосамыз. Сонда 5-ке 5-ті қоссақ 10 болады екен. Одан кейін бізде сызғыш. Сызғыш бізде 1. 10 болу үшін біз оған 9 сызғыш қосамыз. Келесі бізде бадминтон. Бізде 7. 10 болу үшін біз оған 3 қосамыз. Соңғысы бізде жасыл доп. Саны бізде 9. 10 болу үшін 1 санын қосамыз. Сонда 9-ға 1-ді қосқанда 10 болады екен. Келесі бізде номері 2-ші есеп. Үлгі бойынша қосу мен азайтуға мысалдар құрастыр. Мысалы, мына жерде жазылып тұр. 6 қосу 4 тең 10-ға тең, 4 қосу 6 10-ға тең. 10-нан 6-ны азайтсақ 4 болады, 10-нан 4-ті азайтсақ 6 болады. Осы сияқты мысалдар құрастыруымыз керек. Бұл жерде біз екіншісіне қарайық. 8, 1, 9 деген сандар берілген. Яғни біз бұған мысалдар құрастырамыз. 8-ге 1-ді қосамыз, тең болады 9. 1-ге 8-ді қоссақ, тең болады 9. 9-дан 8-ді алсақ 1-ге тең, 9-дан 1-ді азайтсақ 8-ге тең екен. Келесі бізде 10 саны, 7 және 3 саны берілген. 7-ге 3-ді қосамыз, 10-ға тең болады. 3-ге 7-ні қоссақ 10 болады. Енді керісінше азайтатын боламыз. Келесі бізде 10-нан 7-ні алсақ 3-ге тең болады. 10-нан 3-ді алсақ 7-ге тең болады екен. Енді бізде келесі 10, 2, сосын 8 сандары берілген екен. Осымен құрастыратын болсақ, 2-ге 8-ді қоссақ 10-ға тең, 8-ге 2-ні қоссақ 10-ға тең екен. Енді керісінше азайтамыз. 10-нан 2-ні алсақ 8 болады, 10-нан 8 алсақ 2 болады екен. Келесі балалар бізде номері 3-ші есеп. Әр суретке сәйкес жазуды таңда, оны есепте дейді. Бірінші бізде 5-ге 3-ті қоссақ тең болады 8. Бұл бізде бірінші қатарда 3-ші жолда орналасқан екен. Қараңдар. 5 бізде қызыл түсте, 3 жасыл түсте орналасқан. Келесі бізде 8-ден 1-ді азайтсақ тең болады 7. Бұл бізде қай жерде екен балалар? Бұл оң жақта бізде 2-ші қатарда орналасқан екен. Енді бізде келесі 3-ші 10-нан азайтамыз 4-ті, тең болады 6. Бұл бізде 1-ші қатарда сол жақта орналасқан екен. Келесі 3 қосу 3 бізде тең болады 6. Бұл бізде оң жақта 3-ші қатарда орналасқан екен. Енді 6-дан 1-ді азайтамыз. Тең болады 5. Бұл бізде балалар қай жерде орналасқан? Табайық. Бұл бізде оң жақта 1-ші қатарда орналасқан. Келесі соңғысы 7 азайту 2 тең болады 5. Бұл қай жерде орналасқан екен? Соңғысы бізде сол жақта 2-ші қатарда орналасқан екен. Соңғы есеп бізде 4-ші есеп, тізбек бойынша есепте. 10-нан 1-ді алсақ 9, 9-ға 1-ді қоссақ 10. 10-ға 0-ді қоссақ 10-ның өзі болады. 10-нан 3-ді азайтсақ тең болады 7-ге тең екен. Осымен сабағымыз аяқталды балалар. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңдар. Әлі көптеген сабақтар шығатын болады. Сау болыңдар.